Сәлем қыздар, мен бүгін көпшіліктің көңілінен шығатын, дастарханда дым қалмай желініп қалатын құстың ұясы деп аталатын салаттың жаңартылған түрін дайындаймын, менімен бірге болыңыздар. Алдымен қиярды жіңішкелеп турап аламыз. Қиярды жіңішкелеп турадық, тарелкамызға орналастырып алып, үстіне майонез жүргіземіз. Осының бетіне тұз бен қарабұш себеміз. Мында пісіріп дайындап алған құстың еті, жіңішкелеп жұмыртқа тураймыз. Жұмыртқаны да ұзыншақтап турап аламыз. Құстың үстіне майонез жібереміз. Туралған жұмыртқаларды саламыз бетіне. Жұмыртқаның үстіне майонез жібереміз. Мұнда бізде чернослив жіңішкелеп турап салатымыздың құрамына қосатын боламыз. Мұнда бізде алма салаттың құрамына кетеді. Қабығын ашып, түйіркіден өткізіп саламыз. Алманы міне осылай түйіркіден өткізіп алдық. Салаттың үстіне жіберетін боламыз. Алманың үстіне майонез жібереміз. Енді салатымыздың бетіне мында картошканы түйіркіден өткізіп қуырып алдым. Осыны салатымыздың бетіне салатын боламыз. Мұнда менде салат жапырақтары бар, соны жіңішкелеп турап салатымызға пайдаланатын боламыз. Жиегіне осылай салып шығамыз. Қыздар, міне біздің құстың ұясы деп аталатын салатымыз дайын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелеміз.